Сәлем достар, мені қолдап каналыма жазыла кеттіңіздер. Енесі мен абысынын дуалаған келін. Осы күнге дейін мен өзімді алдап, мен кінәлі емеспін, мені осылай қатыгез еткен өздері деп өз-өзімді жұбатып келдім. Бірақ та сіздің әңгімеңізді оқып отырып, бүкіл жасаған күнәларым көз алдымнан өтіп, көзімнен жас тоқтамай, кеудемді жұдырығыммен ұрып, отырып бір сағаттай жылай бердім. Бұл күнде ер жетіп, бой жетіп қалған ұл қыздарым бір кездері аналары қаншама адамның өмірін ойран еткенін қайдан білсін. Менің өкіріп жылағанымды көріп, жаныма жүгіріп келіп, «Мама, не болды? Мама, ауырып қалдыңыз ба? Мама, бәрі дұрыс па?» деп сұрақтарды қарша жаудырды. Тек күйеуім ғана менің не үшін жылап тұрғанымды түсініп тұрған болатын. Дереу телефонымды қолыма алдым да абысыныма қоңырау шалдым. Сол бұрынғысынша алло деген үн шыққан жоқ. Ол кісіні ренжіткенім соншама маған бір ауыз сөз айтпайды. Тіпті бетіме де қарамай қойған. Бұрынғыша ұл қыздарым білсе, аналарын жек көріп кетеді-ау демедім. Оған жасаған қиянатының бәрін ешкімнен қысылмай, ішімдегінің бәрін ақтарып баяндап салдым. Тоқтаусыз кешірім сұрай бердім. Телефонның арғы жағынан абысының да күйіп, жылап тұрған, оның қысылып, әрең тыныстап тұрғанын сезіп тұрмын. Мені үнсіз тыңдады. Бәрін айтып соң, жауабы мені есеңгіретіп тастады. «Иә, мен бәрін білемін», деді де тұтқаны қоя салды. Ол қызарыма қарасам, менің істеген істеріме ағланып, жүздері қызарып тұр. Құшағымда кең жайып шақырып едім, ешбірі маған жоламай, орындарынан тұрды да бөлмелеріне кетті де қалды. Қу тіземді құшақтап, қара басын ғана ойлаған мен сорлы өкіріп, жылап қала бердім. Біраз уақыттан соң үлкен қызым жақында ғана өзі тоқып бітірген әдемі иыққа салатын орамалын көтеріп шықты. Одан кейінгі қызым үсті басын оның болып бірдеңе пісіріп жүр. Қарасам, торт пісіріп жатыр екен. Бір сәтте бірі тортын, бірі тоқыма орамалын алып, ұлым болса гүл алып келіпті. «Мама, осылай жылап отырғаннан бірдеңе өзгере ме? Мені кешіресіңдер ме? Кешірімді бізден сұрамаңыз. Тұрыңыз, кеттік. Қайда барамыз? Қайда болушы еді? Әрине апаның үйіне». «Рас айтасыңдар ма? Мына заттарды апаларыңа сыйламақсыңдар ма?» «Иә, уайымдамаңыз. Сіз жалғыз емессіз. Сізбен қосылып біз де кешірім сұраймыз. Дәу апа өте мейірімді жан, сізді кешіретініне сенімдімін». Ол қызымды түгел ертіп бәріміз абысының үйіне жол тарттық. Жол бойы абысыным мені қалай қарсы алады екен, бұрынғысынша сәлеміме үн қатпай, жұмған аузын ашпай қоймай ма екен, кешірім сұрасам кешірер ме екен деген ойлар санапта сайрап тұрды. Үйіне жеткен бойда жүрегім кеудемнен атқылап шығып кетердей болып тарсылдап, аяқ қолым қалтырап, көліктен түсуге шамам келмей қалды. Екі қызым екі жағымнан демеп, есікке қарай жетектеп алып барды. Құдайдың өзі соны қалады ма, әлде өзімнің дәрменсіздігінен болды ма, білмеймін. Абысынымды көрген сәтте екі аяғымнан жан кетіп, тізерлеп отырдым да қалдым. Абысынның жүзіне қарауға дәтім жетер емес. Төмен қараған күйі кешірім сұрай бердім. «Кешіріңізші мені абысын, қадіріңізді кеш білдім. Істеген істерім үшін қатты ұяламын. Мені ұрсаңыз да, соқсаңыз да бәріне көнемін. Тек қана кешірім берсеңіз болды. Барлығы үшін кешірім сұраймын, қатты өкініп жүрмін. Өкініштен әр күн сайын өзегім өртенуде. Кешірім сұраймын сізден. Қайнаға, сіз де мені кешіріңізші. Төре бала, ерке қыз, сендер де мені кешіріңдер». «Сымбат жеңге, не болды сізге? Тұрыңыз орныңыздан». «Келінжан, тұра ғой, абысының сені әлде қашан кешірген». «Жоқ, тұрмаймын. Жоқ, тұрмаймын. Абысын өзі кешірдім демегенше тұрмаймын. Бұрынғыша құрбылардай сырласып, көрген сайын бір-бірімізбен жарыса сөйлеп, әңгімелесіп, жүзімді төмен қаратқан күйі отыра бердім. Бір сәтте иығыма біреу қос қолын тигізгенде, бүкіл денем шымырлап, бойым әлде бір жылылықты сезгендей болды. Абысын мекен бірден-ақ сездім. Бар күш жігерім жинап, еңсемді көтердім. Абысынның да көздерінен жас ағып, бар ықыласымен мені құшағына басты. Екі бетінен шөпілдетіп кезек-кезек сүйе бердім. Екеуміз ұзақ уақыт үнсіз құшақтасып тұрдық. Бала шағалардың бәрі қосарланып үсті-үстімізден құшақтап, бәріміз бір жылап алдық. «Кешірдім келін, кешірдім. Келеріңді білдім. Осы күні ұзақ күттім. Ақыр соңы өз-өзіңді жеңіп, осылар алдыма келеріңді білдім. Мен сені әлде қашан кешіргенмін.
Тек өзіңнің көкіректігіңді, менмендігіңді жеңіп, ақылың мен ерік күшің сені бұл менмендіктен арылтуын күттім. Алла тағаланың өзі пендесінің қателігіне кешірім бергенде мен қалай кешірмеймін? Кештім. Сіздің денсаулығыңызды, маған қарай бет бұрып сөйлегеніңізді, шай үстінде әңгімелескенімізді қалай сағынғанымызды білсеңіз ғой. Мен де сағындым. Қатты сағындым. Апам, енеміз байқұс қабірінде жатып бір аунап тұрған болар. Неге апамның көзінде тірісінде келмедің? Бір-біріміздің тату болғанымызды көре алмай арманда кетті ғой. Өкінемін, қатты өкінемін, рас айтамын. Абысыным өте мейірімді жан. Өзінде барын өзгелерден аямайтын жанашыр кісі. Әттең осыны кезінде ұғынсам ғой. Біздің келерімізді біліп сүрленген етін қазы қартасын асып дайындап қойыпты. Екеулесіп жүріп қамырды салып, ұл қыздарымызды бірге шүйіркелесе отырып, мәз мейрам болып тамақтандық. Мен сол үйде қалып, абысын екеуміз түні бойы әңгіме-дүкен құрып, қаншама шәйнек шай ішіп тастаппыз. Ал енді өзімнің жасаған иттік әрекетімді баяндап берейін. Мүмкін мен секілді іші тар, көре алмаушылық көзін байлап тастаған адамдар оқып тәубесіне келер. Алғаш келін болып түскенімде енем мен күйеуімнен бұрын абысын қатты қуанып мәз-мәйрам болып жүрді. Екі періштенің анасы болып тәжірибе жинап қалған абысыным үнемі ақыл кеңесін айтып, менің жанымнан бір елі ажырамайтын. Қолынан түк келмейтін, тек сыртта жүріп, оқу оқып, көше кезіп жүре берген маған келін болып тамақ істеп, қамыр жаю қиынға соқты. Ал абысының қолынан келмейтіні жоқ. Тамақтары өте дәмді, қамыры қағаздай теп-тегіс. Істеген ісінен бір мін таппайсың. Ол қызының тәрбиесіне көңіл бөліп те, тазалықтарына да назар аударып та үлгереді. Енем байқұс үнемі қызым деп отыратын. Қайнаған болса, келіншегіне дауыс көтеріп сөйлеген емес. Өтірік емес, мен абысыныма қызғана қарайтынмын. Өйткені мен ол секілді бола алмадым. Ол секілді ас әзірлеп дастарханды жайната алмадым. Ол жоқта үйге келген 4 қонақты күте алмадым. Ұйқыны жақсы көріп таңертең түсте ұйықтап қалып жүрдім. Үйдің тірлігін жартып істемей жүрсем де басқасына үлгере алмадым. Төсегім жиналмады, шашым таралмайды. Киім үтіктеуге уақыт таппайтынмын. Күйеуім аяқ асты бір жерге барар болса, жарық болмай, шалбарын үтіктей алмай, талай рет қыртыс-қыртыс, мыж-мыж шалбар, жейдемен барар жеріне барып келді. Абысынның қалай үлгеретіме мән беріп, ол кістен үйренудің орнына қызғаныш бойымды билеп, оны өзіме жау санай бастадым. Менің өзгергенімді байқап, ақыл кеңесін айтып жүрді. Келінжан, айналдырған екеуміз ғана. Біз абысын тату болса, ас көп деген сөз бар. Біз тату болсақ, осы әулет тату болады. Екі ағайынды бауырды жақындастыратын да, бір-бірінен алыстататын да біз. Қуанышыңды да, қайғыңды да бөлісетін ағайын. Ақшаң болса, жаныңды араласатын адамдар да болады. Олай деме, ақшаға сатып алынбайтын дүниелер де бар. Туғаның да ешкім саған жан ашымайды. Оның ешбір ақшаға, байлыққа сатып ала алмайтын ақыл кеңестерін тыңдағым келмей, үнемі қашып жүретінмін. Бір жаққа шығар болса енем, қызым, ақшаң бар ма? Қызым, не керек? Пәленшеге айтайын, машинасымен апарып тастасын деп отыратын. Ал мен бір жаққа барар болсам, ештеңемен шаруасы жоқ. Ақшаң бар ма деп те сұрамайды. Сұрамауға да негіз бар. Өйткені мен күйеуімнен ақша алу үшін түрлі айла тәсіл қолданатынмын. Екі еркек те ақшаны аналарына келіп тапсыратындықтан, енем күйеуімнің маған ақша беретін біліп, сол себептен де сұрамайтын болса керек. Ал абысыным болса, қайнағанның миын жеп ақша алу үшін өтірік бейшара адамның кейпіне еніп, жыламсырап айла қолданбайды екен. Міне, сондықтан да енем оған үнемі ақша беріп отыратын. Ал менің бойымда қызғаныш билеп, неге маған бермейді, неге менен сұрамайды, мені жек көреді деп енемді жек көре бастадым. Қазір ойласам, енем берді не, күйеуімнен алдым не, бәрібір сол ақша емес пе? Әттең, сол кезде осыны ұғына алсам ғой. Ұлының жыртығын жамап, асын әзірлеп, киімін үтіктей алмайтын, үйге келген кісіге ас суын ұсына алмайтын, ұйқыдан көз ашпайтын келін қай енеге ұнайды дейсіз? Өзімнің қазір ұлым келін алар кезге жетіп отыр. Егер де ұлым дәл сол кездегі өзім секілді қызды жар етіп үйме әкелсе, өзім секілді келінге мен бір сәтте төзе алмас едім. Сол кезде менің мінезіме төзіп шыдаған енеме мың рахмет. Үйге келген кісілер де, енем де абысынымды мақтап отыратындықтан бойымды қызғаныш билеп алды. Менің келгеніме бір жылдай болса да құрсақ көтере алмадым.
Ал абысының 3-ші перзентіне жүкті болып, жүктілігі өте ауыр жағдайда өтті. Баласы төмен орналасып түсіп қалуға шақ жүрді. Бетін тыржитып, жаны қиналған көрсетіп жүрсе де, бар шаруаны өзі жасап жүре берді. Адам өзі қандай болса, өзгелер жайлы солай ойлайды екен деген рас екен ау. Сол кезде абысын тірліктен қашып, жүктілігін пайдаланып жатып демалмақшы деп ойладым. Неткен ақмақпын десеңізші. Шын мәнінде оның жаны қалай қиналған қазір ойласам жүрегім езіледі. Жүктілігі 6 айға жеткенде есіктің алдындағы бақшаны шауып жүріп, сол бақшаның ішінде 2 бүктеліп құлады да қалды. Менің ойым өзгермеген, тәубеге келмеген кезім. Өтірік қойылым көріп тұрғандай ешқандай аяныш сезімі болған жоқ. Жедел жәрдем келіп алып кетіп, құрсағындағы сәбиден айырылып қалған естігенде ғана оның шын мәнінде қатты қиналып жүргенін түсіндім. Бірақ бұл аяушылық сезімнің менің бойымда қызғаныш отын сөндіре қойған жоқ еді. Көзбен көріп, қолына ұстамаса да, ана үшін барлық баласы бірдей жақын емес пе? Баласынан айырылған абысын бір шама уақыт күйгелектеніп жүрді. Енем асты-үстіне түсіп бар жағдайын жасады. Үйде жағдай болмай, дене қызуы мен қан қысымы көтеріліп кете берген соң, оны төркініне аз уақыт болса да күтініп қайтуға жіберді. Қатты күйзеліске түскен абысыным аздап сергіп, көңілі көтеріліп қалсын деп енем бірнеше күнге төркініне жіберді. Жаздың ыстық күні болатын. Енем қайнағанның темір кесетін болгаркасын алып, жуан ағаштарды майдаламақ болған екен. Болгарканы қосып қалған кезде әлгі ортасындағы дөңгелек арасы шыр айналып ұшып шығып, енемнің оң қолының білегін осып өтіп кетті. Ойбайлаған дауысты естіп сыртқа атып шықсам, үсті басы қанға малынған енем отыр екен. Сүйегі көрініп тұрған көріп, денем түршігіп кетті. Жедел жәрдем келіп ауруханаға алып кетті. Жарақатын танып, қолын тіктіріп қайта келді. Араға 2 күн салып, күйеуім 3 қорап қызанақ алып келді. Біреулер жұмыс ақысының орнына берген екен. Әлгі қызанақтарды банкаға жап деді. Мен ондай жұмысты өмірімде жасап көрмегенмін. Беттей алмай, жүрегімде бір күн тұрып, былжырап, босаған қызанақтарға шыбын шіркей үймелей бастады. Оны көріп жеркеніп мүлдем жолағым келмеді. Ол кезде сырап, обал не екенін білмеймін. Содан түсте ұйқы қысып бөлмеме кіріп ұйықтап кетіппін. Бір кезде көзімді ашсам, абысын келіп тұр. Абысын, келдіңіз бе? Қалайсыз? Ұялмайсың ба? Не жатсыз мынау? Ана жақта қолы кесіліп, үзіліп түсіп қалайын деп әрең жүрсе де, апам от жағып банка жабайын деп жүр. Сенің жатсың мынау. Жаппай-ақ қойсын. Ешкім оған істе деген жоқ қой. Сен істемеген соң, өзі істемегенде қайтсын? Соншама қызанақты ірітіп қоқысқа тастау керек пе? Жап-жас адам ғой, қимылдаған өзіне пайдалы. Істесе ертең өзі де жейді ғой. Ал сен сонда жемейсің бе? Айтып тұрған сөзін қарашы, бол шық далаға, екеуміз жабамыз. Шықпаймын, қайтесің ал. Осы күнге дейін мен саған үндемей істеген ісіңнің бәріне көз жұма қарадым. Мені сыйламасаң сыйлама, бірақ апамды сыйламағаныңа үнсіз төзе алмаймын. Қайным келсін, осы күнге дейінгінің бәрін баяндап, сенің сазайыңды тарттырам. Абысыным ашулана шығып кетті. Не істерімді білмедім. Күйеуімнің үйге келер уақыты жақын қалыпты. Қатты уайымға салынғандікі ме, әлде тамақ жей сала жатып қалғандікі ме, әйтеуір жүрегім айнып құсқым келе бастады. Күйеуім әніміне дегенше келіп қалады. Дереу пакет алып пакетке құса бастадым. Бұл ой басыма қайдан сап ете қалған білмеймін. Өзімді күйеуіме жүктетіп көрсеткім келді. Сондағы мақсатым ұрыс естімеу үшін еді. Бірақ әпсетте белім ауырып, жаным қинала бастады. Етеккірім келетін уақытта болып қалған болатын. Ауырғанына шыдай алмай 2 бүктеліп жаттым да қалдым. Ауруды басатын дәрі ішіп едім, тағы да ұйықтап кетіппін. Бір кезде оянсам, күн батып қалыпты. 2 саулатын сиыр бар, нан тамақ істеу керек. Оған қоса банка жауып абысын мен енем әбіржіп жатыр екен. Содан не керек, абысын қайта бөлмеме кіріп келді. Банка жаппасаң да тым құрыса тамақ сесен қайтеді. Өзіңде шесін ғой сол тамақтан. Ауырып жатырмын. 1 апта бұрын бала туған, қолың болгарка кесіп кеткен апам екеумізден жамансың ау. Мына жалқаулығың сенің түбіңе жетіп тынады. Расымен ауырып тұрмын, сенбесең өзің біл. Сені сендіруге міндетті емеспін. Сосын айта кетейін. Маған енемнің орнына ене болмай-ақ қойшы. Енем әлі тірі, өлген жоқ. Ол кісі тұрғанда маған ұрсатын сен кім едің соншама? Апамның жуас болғанына қуан, әйтпесе сендей келінді басқа ене үйінде бір сәтте ұстамас еді. Абысыным осылай деді де шығып кетті.
Артынша күйеуім кіріп келді. Екеуміздің айқайласып жатқанымызды естіп қойған секілді. Төсекке құлай кеттім. Ыңқылдап-сыңқылдап ішімді ұстадым да жата бердім. Не боп қалды? Білмеймін. Жүрегім айнып құса беріп жатырмын. Тағы да тамақ жемедің бе? Аузыңнан қайтып шыққанша жедің бе? Жоқ, олай емес. Ешқандай иіс ұнамай жатыр. Құсқым келе береді. Жүрегім айнып, бірдеңелерді жегім келіп тұр. Тоқташы, әлде сенде бір өзгеріс бар ма? Білмеймін, сол ішімде ауырып жатыр. Жаным, осы күнді көп күттім-ау. Рахмет саған, рахмет. Мен әке боламын. Ол қуана сыртқа атып шығып кетті. Артынан бағанағы ашуындап еш бір із қалмаған жүзі қуанышқа толы ене мен абысыным жетіп келді. Келін-ау, жаңа маған неге бірден осылай айтпадың? Жағдайың қалай? Не жегің келіп тұр? Самса пісіріп берейін бе? Не қалайсың? Бәрін айт. Келін, шырағым-ау, аяғыңнан астына көрпешені бүктеп қойып жат. Тірлік бітпейді бәрібір. Емін-еркін жата бер. Бәрі бәз-байрам болып жүрді. Орнынан тұрып сыртқа шығып дәретханаға барсам, етеккірім келіп тұр екен. Өтірік айтқанымды білдірмеу үшін не істерімді білмедім. Оның үстіне күйеуім бірден сезіп қоятын жақсы білемін. Абысының ұлына қатты ұрсып жатқанын көрдім де, құлағыма шайтан сыбырлады ма білмеймін. Арам ойымды іске асыруға кірістім. Қолыма екі шелекті алып краннан су тасып, қызанақ қайнатқан қазанды жуып, жабылған банкаларды ішке тасып жүрдім. Өзім жылап жүрмін. Содан бір кезде жұрттың назарын өзіме аударту үшін банканың біреуін жерге тарс еткізіп тастап жібердім де шыңғырып айқайлай бастадым. Жұрт келім дегенше жерге ішімнің ұстап бір бүктеле жатып қалдым. Бәрі жүгіре жетіп келді. Етегімдегі қанды көріп абысын шошып кетті. Ойбай апа, қан кетіп жатыр. Келін, мен саған аяғыңды көтеріп жат дедім емес пе? Неге жүрсің? Сіздер ашуланып жақтырмай жүрсеңіздер, мен қалай емін-еркін жатамын? Саған біреу бірдеңе деді ме? Абысыным, білемін, балаңыз түсіп қалды. Бірақ оған мен кінәлі емеспін ғой. Сіздің балаңыз түсіп қалса, менікі де түсіп қалу керек пе еді? Дегеніңізге жеттіңіз бе? Қалағаныңыз осы ма еді? Не деп тұрсың? Мен сенің жүкті екеніңді қазір ғана білдім емес пе? Жаңа ғана бөлмеме кіріп банка жап деп ұрысқан сіз емес пе? Ауырып жатырмын десем, қайныма айтып сазайының тартқызамын деген сіз кім сонда? Әлде мен өтірік айтып тұрмын ба? Ал не айтасыз қайныңызға? Мен сенің жүкті екеніңді ішіңнен ауырғанын қайдан білейін? Келіндер, жетер енді. Айналдырған екеуің бір үйге сыймай не көрінді? Екеуің де бір тірлік істемей-ақ қойыңдар. Өзім ақ істеп аламын. Көп сөзді қойып жедел жәрдем шақырыңдар. Больницаға барып жатарын тазаласын. Жоқ, шақырмаңыздар. Қажеті жоқ. Одан кейін мүлдем бала көтерме алмай қалу мүмкін. Бармаймын ешқайда. Больницаға барсам өтірігім ашылып қалуынан қорқып, бармау үшін сан түрлі сылтау айттым. Күйеуім абысыным мен енеме ашуланып оларға сөйлемей жүрді. Өтірік сөйлеп, оны үміттендіріп қойғаныма қатты өкіндім. Өтірік істерім жаныма батып, жылаған. Енем мен күйеуімнен сұранып, төркініме қыдырып бардым. Менің анамның ештеңеден хабары жоқ. Бірақ уайымға салынып, көзім жастан құрғамайтынын көріп, ақылын айта бастады. Қызым-ау, неге жылай бересің? Күйеу бала бірдеңе деді ме? Жоқ, ол өте жақсы адам. Онда не? Неге жылайсың? Ене мен абысыным ғой. Олар саған не дейді? Қолыңды бірнеше рет ұстадым. Көзім мен көріп те тұрмын. Күндіз-түні тынын таппайтын пысық келінің қолы мұншалықты жұмсақ, мамық бола қоймас. Соған қарағанда ауырдың асты мен жеңілдің үстімен тірліктен қашып жүрген жоқсың ба? Жоқ, мен бәрін де істеймін. Олай болса олар саған неге тиіседі екен? Енем мені емес абысынды жақсы көреді. Ой жаным-ау, уақыт өте келе сен де жақсы көріп кетеді. Тірлікті тақадай істеп, бар жағдай жасап, ұлына қамқор болсаң, өзі-ақ сені жақсы көріп кетеді. Анам бар ақылын айтты. Бірақ ол кезде ақпақ-құлақ болғаннан болса керек еш. Бір ақылына құлақ аспадым. Жақында тұрмысқа шыққан құрбымды кездестіріп қалып біраз әңгіме айттық. Оның енесі дуакеш әйел болыпты. Ұлын қызғанып, құрбым мен күйеу екеуін ажыратып жіберіпті. Шайтанның бұйрығынан шыға алмайтын мен бейбақ тойымызға түскен әке-шеше мен енемнің суретін тауып алып, ауылдағы тәуіпке бардым. Ол кісі енемді абысын дуалап, өз дегенмен жүретін етіп алғанын айтты. Ал маған қайтарма дуа жасап беремін деді. Енемді абысыма қарсы тұратындай етіп дуа жасаттым. Бір қалтаға түйілген құмға дем салып, оны енеңнің бөлмесіне себесің деп қолыма ұстатты. Айтқан не кетпей енемнің бөлмесіне білдірмей сеуіп тастадым. Бірақ еш өзгеріс бола қойған жоқ.
Өтірік айтып үйден шығып талай бақсы балгерлерге барып енем мен абысының суреттерін көрсетіп сырттарынан дуа жасаттым. Жасатқан дуа әсер етіп екеуі болмашық келіспей, ұрыс жанжал көбейіп екеуі қырылып қалды. Тіпті абысым екі баласымен төркініне кетіп те қалды. Бірақ қайнаған барып қайта алып келді. Бірнеше айдың ішінде қаншама жылдық сыйласып келе жатқан ене мен келін бір-бірін түтіп жей бастады. Ақыр соңы енем оларды үйден қуып жіберді.